Мен қазір қайда отырмын деп ойлайсыздар. Құдды бір ертек әлеміне тап болғандаймын. Тіпті сәби болғым келеді, сәби болғым. Біз қазір балабақшадамыз, біз қазір табиғи тұзды үңгірдеміз. Иә, құдды бір мұзды өлкеде жүргендейсің. Тегіші жылы әрі пайдалы. Бұл үңгір Өскемендегі нөмірі 13-ші Дария балабақшасында ашылған. Не үшін? Галотерапия үшін. Галотерапия дегеніміз не? Қысқаша баяндап кетсек. Галотерапия грек тілінен аударғанда тұзбен емдеу деген мағынаны береді. Терапия иммундық жүйені нығайтып, тыныс алу жолдарындағы аурулардың алдын алады. Әлемде бұл емдеу әдісі Австрия, Румыния, Ресей, Украинада бар. Ендеше Өскеменде осымен екінші балабақшада ашылған тұзды үңгір туралы аз-кем ақпарат берсек. Дария балабақшасы 2017 жылы ашылған. Балабақша 140 балаға арналған, 6 тобымыз бар. Осындай ғаламдық пандемия кезінде бүлдіршіндеріміздің денсаулығын нығайтуына осы тұз бөлмесінің пайдасы зор. Тұз бөлмесінің аумағы 18 шаршы метр. Бала дегеніміз, ол жас ұрпақтың денсаулығы дегеніміз, ол мемлекеттіміздің сәтті болашағының жарқын кепілі. Тұзды үңгірде брез галогенератор қойылған. Генераторға 2 ас қасық тұз салсаңыз 40 минут ем алуға жетеді. Әр процедурадан кейін бөлмеге желдету жұмыстары жүргізіледі. Дүние жүзін жайлаған індет кезінде мұндай бөлмелердің болғаны кімді болмасын қуантары анық. Ендеше тұзды үңгірдің жұмысын бақылауға келген қалалық білім бөлімі басшысының орынбасарын сөзге тартсақ, жалпы тұзды үңгірлер алдағы уақытта тағы ашыла ма? Өскемен қаласы бойынша балабақшалардан бүгін екінші тұзды үңгір ашылып жатыр. Балаларға түрлі аурулардың алдын алу үшін осындай үңгір ашып жатырмыз. Болашақта басқа да балабақшаларда ашамыз деп үміттенеміз. Ендеше табиғи тұзды бөлмелердің көптеп ашылуын тілейік. Себебі балақайларға бұл бөлме мықты денсаулықтан бөлек көтеріңкі көңіл күй де сыйлайды. Маған ұнайды.